Сабақтың мақсаты оқушыларға бекеттегі сақшының міндеттері мен әрекеттерін ұғындыру. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде қызмет етуге баулу. Оқушылар нені білуге тиіс? Сақшы дегеніміз кім? Бекет дегеніміз не? Бекеттегі сақшының міндеттерін, бекеттегі сақшының іс-әрекеттерін. Сақшы дегеніміз тапсырылған бекетті күзету мен қорғау жөніндегі жауынгерлік міндетті орындайтын қаруланған әскери қарауылшы. Сақшы қол соғылмайтын адам болып табылады. Бекет дегеніміз сақшыға күзету мен қорғау үшін тапсырылған барлық нысандар, сондай-ақ ол өз міндетін орындайтын немесе жергілікті жер төлімі. Бекеттегі сақшының міндеттері: өз бекетін қырағы күзетуге және табанды қорғауға, қызметін сергек, еш нәрсеге алаңдамай атқаруға, қаруын қолынан шығармауға және оны ешкімге бермеуге, тіпті өз өміріне қауіп төнсе де сақшы ауыстырылғанша не алынғанша посты тастамауға міндетті. Бекеттегі көрсетілген және тыйым салынған жерге жақын қашықтықта қарауыл бастығының көмекшісі, өзінің жұмысқа таратушысынан басқа ешкімді жібермеуге, қарауылдың көлік құралдарын, бағдары мен графигін, олардың тану белгілері мен сигналдарын білуге, посттағы өрт сөндіру құралдарын қолдана білуге, өзіне немесе өзі күзететін объектіге анық шабуыл жасалған жағдайда қаруды ешқандай ескертусіз қолдануға міндетті. Бекеттегі сақшының әрекеттері. Бекетте өрт пайда болған кезде сақшы бұл туралы қарауыл үй-жайына дереу хабарлайды және күзететін объектісін назарға ала отырып өрт сөндіру шараларын қолданады. Немесе тыйым салынған шекараға қарауыл бастығынан, көмекшісінен, өз таратушысынан басқа барлық жақын келген тұлғаларға сақшы тоқта, атамын деп дауыстап ескертеді және дереу қарауыл бастығын шақырады. Егер осы талаптарды орындамаса, сақшы патронды оқтыққа жібереді. Ескерту ретінде жоғары қарай оқ атады. Тәртіп бұзушы бұл талаптарды орындамаса, сақшы оған қарсы қару қолданады. Несение караульной службы – это большая ответственность для каждого бойца, поэтому она начинается с теории. Длится занятие около 45 минут. Инструктаж проводит командир подразделения. Изучает местность, где они будут нести свою службу, изучает табель поста и остальные немаловажные вопросы, так как устройство радиостанций, медицинскую помощь и меры безопасности при тушении пожара. Теорию освоили, а это значит, можно приступать к практике. Отрабатывают свои навыки бойцы в караульном городке. Каждый боец перед заступлением в караул должен пройти несколько учебных мест. И мы начнем с самого первого. Андрей, рассказывайте, что вы здесь делаете? Заряжаем оружие перед выходом на пост и разводящие для вывода смены. И, соответственно, по возвращению в караульное помещение мы разряжаем оружие для того, чтобы быть готовым к действию. Если можно, покажи это на практике и научи меня, как это делается. Конечно. Вначале мы укладываем автомат под углом 45 градусов, Да. в сторону пулеулавливателя. Снимаем предохранитель. Вытягиваем затвор. Готовим спуск. Поднимаем предохранитель. Одеваем штык-нож. Затем магазин. И после этого доклад начальника караула о готовности. Также бойцы практикуют порядок действий при пожаре, а это учебное место для отработки приемов рукопашного боя с оружием. Прямо сейчас Андрей продемонстрирует нам 5 приемов рукопашного боя. Давай покажем, как это происходит нашим телезрителям. Первый прием – это укол штык-ножом с выпадом. Выполняется просто. Это посылается автомат двумя руками в противника, при этом делается выпад ногой вперед. Первый прием – это укол штык-ножом с выпадом. Выполняется просто. Это посылается автомат двумя руками в противника, при этом делается выпад ногой вперед. Имеет роль, какой ногой выпад должен быть? Ну, разумеется, опорный. Так, хорошо, давай показывай. Укол штыком без выпада. Это также удар прикладом
удар затыльником приклада. Ну и последнее это блок удара сверху. И всё. На самом деле как-то сложновато. Со стороны смотрится, ну, вроде... Ну, очень когда делаешь простой это не прием. первый раз, то нет. Также военнослужащие до мелочей отрабатывают несение караульной службы на вышке. Сейчас проходит смена часовых. Если после команды «Стой, кто идет» разводящий не отвечает, поступает следующая команда «Стой, стрелять буду». Если разводящий продолжает не выполнять команды, тогда часовой может начать огнестрельную атаку. Рассказать все о несении караульной службы просто невозможно, это военная тайна. Поэтому узнать подробности можно только придя служить в армию. Назарларыңызға рахмет.